Барлықтарыңызға сәлем. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, қолжетімді ингредиенттермен дайындалатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет 20% қаймақ, яғни сметана қосасыздар. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырасыздар. Бұл жердегі қоспалардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Кейін оның үстінен қантымызды салып, қанты ерігенше тағы да жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ойдағыдай шығады, әрі дәмді болады. Кейін оның үстінен сұйық майымызды құямыз, тағы да бір қайтара араластырамыз. Одан кейін 5 грамм ас содасы мен 5 грамм қамыр қопсытқышты қосып, тағы да бір қайтара араластырамыз. Кейін оның үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Менде шамамен 500 граммдай ұн кетті. Сіздер шетінен сала отырып, жұмсақ, қолға сәл жабысатындай етіп қамыр илейсіздер. Ұнды көп салып, қамырды тығыз етіп жасап тастамаймыз. Осындай жұмсақ қамыр болады. Кейін дайын қамырды ұнды себе отырып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Тым қалың, тым жұқа етпейміз, орташа көлемде жайып шығамыз. Дайын қамырымызды кез келген формамен кессеңіздер болады. Мен осылай орташа формада кестім гүл тәрізді. Осылай барлығын дайындап, алдын ала духовкамызды 200 градусқа қыздырып қоясыздар. 200 градуста 20 минуттың ішінде пысып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі қолжетімді заттармен дайындалады.